сәлеметсіздер ме оқушылар, менің есімім маратова толқын ерболқызы, абай атындағы шығыс қазақстан гуманитарлық колледжінің физика мұғалімі мамандығының 4-ші курс студентімін. 9-шы сыныптарға арналған бүгінгі тақырыбымыз күн жүйесі денесіне дейінгі арақашықтықты параллакс әдісімен анықтау. Сабағымызға қатысты арнайы пәндік лексика мен терминология. Жарқырау, светимость, luminosity, алып жұлдыздар, звезды-гиганты, stars of the giants, ергежейлер, карлики, dwarfs, протожұлдыздар, протозвезды, protostars, қызыл алыптар, красный гигант, red giant. Параллакс сөзі грекше параллаксис ауытқу, бір затқа жылжымайтын нүктеден қарап, одан соң басқа бір көру аясында екінші нүктеден қараған кездегі заттың жылжуы болып көрінетін құбылыс. Осы екі бағыттың арасындағы бұрыш параллактикалық бұрыш немесе қысқаша параллакс деп аталады. Егер бір нүкте жердің бетінде, ал екіншісі оның дәл ортасында десек, онда параллакс тәуліктік. Ал егер осы кезде шырақ көкжиекте болса, онда тәуліктік горизонталь параллакс деп атайды. Экватордан қараған кездегі тәуліктік горизонталь параллакс экваторлық деп аталады. Астрономияда параллакс бақылаушының орын ауыстыруына байланысты ғарыш денелерінің көрінерлік орнының өзгеруі. Параллакс тәуліктік, жылдық және ғасырлық болып ажыратылады. Тәуліктік параллакс жердің өз осінде айналу салдарынан болады. Жылдық параллакс жердің күнді айнала қозғалу салдарынан болады. Ғасырлық параллакс күн жүйесінің галактикадағы қозғалысына байланысты ғарыш денелерінің бір жыл ішіндегі бұрыштық ығысуы.